адамдардың настолько бір типті стандартына ойланатынына өте таңқаламшы. Менде бір оқушым бар, танысым, әрі оқушым, әрі мені қарап бақылап жүреді инстаграмда. И ол 2 рет уже бизнес бастаймын деп кірді, прям жанып кіреді. Вот омекен, мен осындай бизнес бастайын деп жатырмын, вообще классно, күшті, осыдан күшті болып кетеміз деп барлық сила воля дейміз ғой, барлығын жинап алады, ақшасын салады, іс әрекетінің барлығын жасайды, бірақ та соңына жетпейді, жүргізе алмай қалады, тоқтап қалады и постоянно минусқа кетіп отырады. И осы әрекетті просто так қайталай береді да. Тағы бір бизнес шығады ма, мысалға алдыңғы жылдары сату бір мода болды, хитта болды, кейін тикток деген сияқты әр салаға осылай жанып тұрып кіреді, бірақ та соңына жеткізбей тоқтап қала береді. И ол ойлайды, мен жасай алмай жатырмын, менің қолымнан келмей жатыр. Представляете, әр осылай сіз әрекет жасап, бірақ тоқтап, құлап қалған кезде сізге дополнительно, еще плюс өте сұмдық сізді қайтадан құлататын басыңызға программалар жазып ала береді. Және бұл программалар потом уже сценарийға айналып кетеді. Яғни сен бір нәрсе бастайсың, бірақ соңына жеткізбей тастайсың. Немесе бір нәрсе бастайсың, қарызға кіресің деген сияқты. Немесе бизнес бастаймын деп қарызға қайта кіре беру дегеннің барлығы осы жерден шығады. Енді көп адамда осындай көріп жүрмін да. Енді болған бір ғана ситуация емес, көп адамда. И олар мына нәрсені түсінбейді ше. Сенің реально жолың болмайды емес, сенің жолың байланып қалды емес, саған Құдай байлықты бермей жатыр емес, сен просто дұрыс емес программамен дұрыс емес әрекеттер жасап жүрсің. Яғни мына біздің бүкіл әлем, бүкіл материальный әлем дейміз ғой, оның барлығы бірінші біздің ментальный әлемнен басталады. Яғни сен өзіңе миыңда рұқсат бересің сондай успешный болуға, бай болуға, күшті өмір сүруге, потом только ол сенің денеңе кіреді, эмоция түрінде. Одан кейін ғана сенің іс-әрекетің соған сай болып бастайды. Яғни кез келген бір нәрсені бастамай тұрып, сен өзіңе сол адам болуға рұқсат беру деген нәрсе бар. Мүмкін қазір түсініксіз болып отырған шығар, бірақ та дәл қазір ішіңізден қандай ой болып жатыр? Мен бай болсам, қалай сезінемін өзімді? Бай болуға мен лайықтымын ба деген сұрақтарды просто өзіңізге қойып көріңіз. Тағы бір танысым бар. Ол өзі өте мықты дизайнер. Представляете, өте мықты дизайнер. Актерларға, әншілерге киім тігіп береді. И оның әр көйлегі 1,5 миллион теңге, 2 миллион теңге. Ең арзаны 500 000 теңге сондай тұрады. Тұрмысқа шықты ол қыз. И тұрмысқа дейін солай жұмыс жасап жүрген ғой. Тұрмысқа шыққаннан кейін ол жұмысын тоқтатып қойды. Просто үлгере алмаймын, бала бар, енем бар, балаға үлгере алмаймын, үйдің жұмысына үлгере алмаймын деген сияқты. Сөйтеді, ол қыз жаңағы жұмысын тастап, өзінің өте мықты ақша тауып, ақша әкеп тұрған, атын шығарып тұрған жұмысын просто так тұрмысқа шыққан соң тоқтатады да, бизнес ашам дейді ғой. Бизнес ашады, бірақ ол болмайды. И ол ойлап жатты да, ол маған мынандай сұрақпен шықты: неге мен бірнеше жасасам да болмай жатыр? Неге мен көп ақша таба алмай жатырмын? Вроде мен бұған дейін көп ақша тауып келдім ғой, тұрмысқа шықпай тұрып жақсы ақша таптым, өте жаңағындай мықты адамдармен араластым деген сияқты. Қазір оның ешқайсымен ешқандай байланысым жоқ, үйде отырған просто домохозяйкаға айналдым деген сияқты. Қолымда ақша жоқ, только пособиям, күйеуім әр кезде берсе береді, бермесе сол өмірге көніп отырмын. Бизнес бастағым келеді, тырысып жатырмын, жолым болмай жатыр. Как будто жолымды біреу жауып тастаған сияқты. Көбінде біздің миымызға келетін нәрсе осы нәрсе ше. Біз бір нәрсе жасап жатырмыз, бірақ та біздің жолымыз болмаса, біз ойлаймыз, біреу дуалады ма, біреу мен жолым байлап тастады ма, неге менің жолым болмай жатыр деген сияқты біз өзімізден іздеп кетеміз ше. Өзіңізден іздеу дұрыс, конечно, бірақ та басқа жағынан іздеу керек та. Қандай программа менің осылай жетістікке жетіп кетуіме рұқсат бермей тұр деген сияқты. Жаңағы менің танысым өте мықты дизайнер негізі. Мен оған айтам, неге сен ол нәрсені үйде отырып жасай бермейсің? Неге сен заказдар ала бермейсің? Сөйтсем айтады, енем сөйлейді, яғни енем сөйлейді, балам қараусыз қалады. Бұны ойлайсыздар ғой, реальность сондай деп. На самом деле это же программа. Сен соған сеніп тұрсың, сен өзіңе рұқсат бермей тұрсың да, яғни енем сөйлейді. Енесіне баласын тапсыруға даже өзіне рұқсат бермей тұр да, енем баланы қарайтын болып қалса, мен жаман келін болып қалам деген нәрсе тұр ғой астында. Мен жаман қыз болып қалмайын. Сол үшін де біз осындай өзіміз байқамайтын бір рөлдерге кіріп аламыз да, и потом өзіміз қиналып өмір сүреміз. Бала-шағамен әбіржейміз, миымыз шаршайды, күйеуімізбен дұрыс емес отношение, енемізбен дұрыс емес отношение, табыс та жоқ деген сияқты.
получается қарапайым сенің басыңдағы бір ғана сенімің, бір ғана программаң, иә, бөлісу деген нәрсе жоқ. Яғни бәрін мен өзім жасауым керек, мен жақсы келін болуым керек, жақсы ана болуым керек деген сенің басыңдағы осы программаның өзі сенің өміріңді қиратып тұр да. Мен ол қызға айтамын, сен осы программадан шықпай, сен өте көп табыс таба алмайсың. И ол менің сол сөзім оған өте қатты мынандай триггер болды да. Оған өте қатты сондай сонда мен жақсы жаман келін болып кетуім керек па деген сияқты уже ішіндегі қарсылық шықты. Прикиньте, осылай ғой, біздің программалар осылай жұмыс жасайды. Яғни мен қазір осы программамды өзгертетін болсам, онда мен жаман келін болып қаламын деген ішіндегі қорқынышы тіпті осы ойды өзгертуге жол бермей тұр да. И өте көп адамдар осындай басындағы өтірік сенімдермен, өтірік программалармен просто өз өмірін қиындатып жүр. На самом деле барлығы, иә, енеңнің саған дұрыс қарауы, дұрыс қарамауы, үлгеруің бір жұмысқа, үлгермеуің, ақшаның саған келуі, келмеуі, оның барлығы сенің басыңдағы сенімдер мен программалар ғана. Яғни бір эмоциялар болды, бала кезіңде бір нәрсені естідің, көрдің, соған байланысты сен басыңа шешім қабылдадың, сол шешіммен әліге дейін өмір сүріп келе жатырсың да. И қиындатып, қашан сен осы программаны өзгерткен кезде ғана, яғни жақсы қыз болмай қалу, жақсы қыз рөлінен шығу, ол деген сен жаман қыз болып кет, ешкімді сыйламай кет, бала шағаңды тастап кет деген сөзді білдірмейді. Ол жерде де өмір бар, ол жерде де сен здоровый, өзің бақытты ана боласың. Яғни ақша таба алатын, бақытты, өз орны бар, өзінің границасы бар әйел бола аласың. Ол жерде сен балаң тастап кетпейсің, балаңмен де даже дұрыс шекара құра аласың. Балаңа да сол өзіңнің состояниең арқылы дұрыс тәрбие бере аласың. Және отбасындағы тыныштықты да осы рөлден жақсы қыз деген рөлден шыққан кезде ғана маған любой адам болуға болады, потому что мен адаммын деген кезде ғана сенің өмірінде по порядку реттеліп бастайды. Яғни пазлдар өз орнына тұрады. Сондықтан да қандай өміріңізде қазір қиындық болып жатса да, ақшамен, отношениямен, мүмкін отбасыда, сіз басыңыздағы программаны өзгертуіңіз керек.